Қалайсыздар? Бүгінгі видео өте қызық болады. Өйткені мама мен папа маған задание жазып қалдырып кетті. Енді қаладан келе жатып мен өзім өтіндім. Мама, папа маған жақсы бір задание жазып бердіңіздер. Бір уақыты болсын и бір тағамды дайындау керекпін. Үлгермесем тоже наказание бар. Ну енді как раз үйде ешкім жоқ. Жалғыз өзімін. Сіздермен бірге орындаймыз. Ал ең бірінші үйге кіріп қандай задание екенін оқиық. Өзіме де қызық бұрысы. Өзім бөлмеймін шындай дейші. Мынандай записка білесіздер бұрында қалдырушы еді ғой. Жодан дайынсыздар ма? 30 минуттың ішінде үйдегі бар затты қолданып ресторандағыдай донер жасау керексің. Егер үлгермесең, ащы першікті жеуге міндетті боласың дейді. Өздеріңіз көргенде уже киініп алдым. Задание түсінікті деп ойлаймын. 30 минуттың ішінде тура ресторандағыдай донер жасап үлгеру керекпін. Кеттік, бастайық. Бізде не бар? Лаваш бар екен, бір лаваш қалып кеткен, және сыр бар, пиццадан қалып кеткен, құйрық май бар. Сонда біздің донеріміз жұмыртқадан, бүйректен, соленый огурцыдан, құйрық майдан және сырдан тұрады. Ешқандай кетчуп майонез жоқ. Зато бір новенький бір ингредиент шығып қалар. Ал мен үшін қазір импровизация ойдан құрастырып жатырмық. Сондықтан арнаға жазылып, лайк басып, комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды, не болмаса ұсыныстарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Бізде уже 1 минут өтіп кетті уже. Нәрсен бәрін турап болдық, енді барып газ жағайық. Біздер 6 минут, почти 7 минут өтті. Көретін сақтын, бірақ көрмей қалуым да мүмкін. Бізде уже 10 минут болып жатыр. Жаңағы еттеріміз қорлам дегенше, пияз бар, соленый огурцы бар. Турай берейік уже. Побольше сала берейін, өйткені ана слишком майлы. Қарасаңыз, ашып қалады. Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жазып, арнаға тіркеліп, және жарайсың деген нәрсені қоюды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Бетіне соленый огурцыдан, одан кейін донерге барып донер жемей қойуға көрейші. Тураны Турциядағыдай болып отыру керек қарасаңыздар. Бірақ уақыт уже 20 минут болып жатыр. Наны орайық та, анаған коршка беріп, сонымен бітірейік тез-тез. Қостық. Ал енді точно орауға болады. Бізде уақыт 20 минут болды. Ал донеркамыз нормально отыр уже. Қарасаңыздар. Көреміз бар етін, қараңыздар. Мынаны қарасаңыздар. Никакой тостер-мостер не надо нам. Мынандай скоротқа жетеді бізге. Донеріміз қалай болды, қараңыздар. Ең басты қонақтарымыз келді. Бізге записка задание тастап кеткен. 22 минут үлгердім. Сып-сымалы пауза қоюға болады. Пауза, өйткені біздің донер дайын. Өздеріңіз көргендей, мананы жемейтін болдым. Өйткені 22 минутта үлгердім, жаңа көрсеткенімдей. Және мама мен папа келді үйге, значит, камера ұстап тұр. Бір şeyden оңай болды. Енді донеріміз дайын. Тура ресторанағыдай шықты деп ойлаймын. Қараңыздар, қандай идеал шықты. Жодан қалай болды? Зор болған сияқты, бисмилля. Зор ғоны. Мынау задание орындалды ма? Орындалды, Орындалды 100%. Өздеріңіз көргендей задание орындалды. Үлгердім. Донеріміз тура ресторанағыдай болды. Үш құрылысын есептемегенде сыртқы пішіні ешқандай кем болған жоқ. Сондықтан ойларыңызды комментарийға жазып, жарайсың деген белгі қойып, арнаға жазылды. Ұмытпаңыздар, мен үшін өте маңызды. Көп лайк жинаған сайын неғұрлым видео тезірек шығады. Бәрі жақсы болады. Келесі видеода жолыққанша.